Неге сен маңқасын созған маминкин сыноктарды кәдімгідей жауапкершілікті ала алмайтын бала сияқты жігіттерді, еркектерді неге сен кездестіре бересің? Неге сенің өміріңде бір-бірінен аумайтын, бірақ та там біреуі лудоман, біреуі алкоголик, біреуі абьюзер, біреуі контролер, ревнивец, неше түрлінің барлығы саған неге қайта-қайта сенің өміріңде қайта-қайта пайда бола береді? Бір-бірінен аумайды. Мықты өзіңнің ішкі дүниеңде, ішкі арманың сенің керемет бір мәрт, керемет бір сондай көңілі жақсы, адамгершілігі бар, ақша таба алатын, жауапкершілікті алатын еркек адамды кездестіргің келеді, бірақ та сен кездестіре алмай жүрсің оны, иә? Не үшін? Өйткені сен бүкіл өміріңнің барлығы, енді жарты өмірің сол адамды, өзіңе лайықты, сен сияқты мықты адамды тауып іздеп тапқың келеді да, но бірақ та сенің өміріңде ешқашанда кездеспейді. Неге? Қазір сен енді ойлап жүрсің, мынау что-то не то, одни и те же, проблема менде шығар деп ойлап жүрген шығарсың, егер де ты кішкене соображаешь, да? Ойланып жүретін болсаң, мен саған айтамын, ол сенің іштегі кәдімгідей бір ер адамға деген сенімсіздігің, кішкентай кезде қалыптасып қалған сезім. Әкеге де сенбейсің, не шешеге де сенбейсің, не ешқандай андай бір прям қауіпсіз өмір сүрген жоқсың кішкентай кезіңде. Ұрыс керіс, жанжал, бір-бірін айғайлау, бір-бірін жек көру, соны көрген адам, соны көрген баланың психикасы қалай болып қалыптасады? Әрине ешкімге сенбейді. И өзі мықты болуды шешкен адамсың сен. И сондай мықты болуды шешкен адам мықты адамды кездестірмейді. Соның барлығын шешіп өзгерту үшін маған жаз, разборға тегін, сол жерде мен саған түпкі нұсқасын көрсетемін, ары қарай что